Тағы менің өмірдегі ең бір аяулы жақындарым, мен үнемі оларды жүрегімнің ішінде сақтаймын. Себебі олар жүрегіме жалғанған, ол алтын шынжырды ешкім бұза алмайды. Баяғыда ауданға мүшәйраға барып жүрген кезде ауылда жұмыс істемеймін, ақша жоқ. Сол кезде мені осы бірге оқыған достарым қалтасынан 2000-3000 теңгеден жинап мүшәйраға жол пұл тауып беретін маған. Мен сөйтіп аудандарға баратынмын солардың көмегімен. Менің кішкентай осылай сіздердің алдарыңызда өнер көрсетсем, соның артында осы сыныптастарымның үлкен көмегі, қолдауы тұр, құрметті ағайын. Олар да бүгін осы залда төбе көрсетіп отыр. Енді өмір болғасын әртүрлі жағдайлар болады. Кейбір достармен араздасып қаламыз, қайтадан татуласамыз. Маған арқасын беріп жүрген достар болады, олардың алдына барам. Бірақ олар бәрібір мен үшін ыстық. Солардың ішінде бір Тоқаш деген досым бар еді. Соған Тоқаш досыма деген бір өлең жазғам, соны оқып берейін. Тоқаш досыма: тілдеме досым тіршілігіңді, күндеме мәнін ғұмырдың, сезеді Құдай құлшылығыңды, сезбесе неге жығылдың? Жұттың ба жұпар тылсым деміңді, барсың ғой, барсың, тірісің, естиді Құдай күрсінгеніңді, айқайлай берме құрысын. Шыр еткен шақтан шапағат берді, жөнің жоқ еді алаңдар, мөп мөлдір таза махаббат берді. Былғады оны адамдар, ар намыс берді, арпалыс берді. Талауда талай қалғанмын, жеңдіріп мұңға арқа күштерді, жағасын алдық жалғанның. Жүзі мақтаса мыңы тілдейді, тағдырдан кінә көрмесен, күдік сейілер, үміт өлмейді, өлімнен бұрын өлмесін. Шуақ түспейді көңілге кектен, ит қана туған үруге, ақың жоқ сенің өмірде кеткен, қақың бар бірақ сүруге. Жаныңмен сүйші жұмыр ғаламды, кім үшін, бірақ кім үшін? Естиді Құдай сыбырлағанды, айқайлай берме құрысын. Рахмет.